Сәлеметсіздер ме оқушылар? 11 сынып алгебра жаратылыстану математика бағыты бойынша экзаменде келген нұсқаны талқылайтын боламыз. Бізде А бөлімі және В бөлімі болады. Бұл видеода тек А бөлімін талқылаймын. Ол тест түрінде болады. Келесі видеода В бөлімі шығатын болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы экзаменде сәттілік. Дәл осы нұсқа келмесе де осыған ұқсас есептер келеді. Сондықтан шығару жолына мұқият мән беріп қараңыздар. Ал енді бірінші есеп, функцияның анықталу облысын табыңыздар дейді. Бұл жерде бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек, және бөлшектің бөлімінде түбірасты тұр. Жалпы түбірастында болса, біз түбірастында функцияны 0-ден үлкен не тең деп алатын едік. Ал енді бұл жағдайда біз 1,9х минус 38-ді 0-ден үлкен деп аламыз. Себебі 0-ге тең болмауы керек бөлшектің бөлімі. Ал енді осы жерде қарасаңыздар, 1,9х үлкен 38-ден х үлкен болады. 38 бөлінген 1,9, ол бізде 20. Яғни бізде, қараңыздар, мынау бізде 20 болса, 20-дан үлкен. Сонда біздің жауапқа 20-дан плюс шексіздікке дейінгі мән кіреді. Бізде С жауабы. Келесі екінші есеп. Екінші есепте есептеңіздер дейді. Бізде шек берілген, лимит x ұмтылғанда 0-ге синус 7x бөлінген синус 3x. Енді 0-ды қойып көретін болсақ, бізде 0 бөлінген 0 шығады. Бұндай жағдайда L'Hopital ережесін пайдаланып, алыбынан да бөліміне де туындаламыз. Синус 7x-тан туындалсақ, 7 косинус 7x болады, бөлімінде 3 косинус 3x болады. Енді 0-ды қоятын болсақ, бізде 7 көбейтілген косинус 0-де білесіздер, ол 1-ге тең, бөлімінде де 3 көбейтілген косинус 0-де 0 градуста, ол да 1-ге тең. Сонда бізде 3-тен 7 деген жауабымыз шығады. Яғни мінекей Д жауабы. Үшінші есеп, y тең арк косинус x-тің 3 дәрежесі берілген функцияның туындысын табуымыз керек. Жалпы арк косинус x-тің осы жерде туындысын жаза кетейін алдымен. Бұл бізде минус 1 бөлінген түбірастында 1 минус x квадратқа тең. Енді осыны пайдаланамыз. Y штрих тең болады. Алдымен дәрежеден аламыз, 3 түседі алдына. Арк косинус x-тің дәрежесі біреуге келмейді, яғни квадраты көбейтілген. Енді арк косинус x-тің өзінен туындалатын болсақ, ол минус 1 бөлінген түбірастында 1 минус x квадратқа тең. Тең, енді кішкене ақшамдап жазатын болсақ, бізде шығады минус 3 арк косинус x-тің квадраты көбейтілген 1 бөлінген түбірастында 1 минус x квадраты. Е жауабы. Төртінші есепте интеграл берілген. Бұл жерде формуланы жаза кетейін алдымен жерге. Интеграл 1 бөлінген косинус квадрат x dx-тан бізде тангенс x қосылған с шығады. Осы формуланы пайдаланамыз. Сол кезде бізде шығады түбірасты 3-ті алдына жібереміз. Көбейтілген тангенс x дан пи және пи бөлінген 3. Осы аралықта алдымен пи бөлінген 3-ті қоямыз. Түбірасты 3-ті шашқан сыртына шығарып, тангенс пи бөлінген 3 минус тангенс пи бөлінген 6. Енді мәндерін қоятын болсақ, жеке-жеке көбейтіп жазайын. Тангенс пи бөлінген 3-ті түбірасты 3-ке тең, минус түбірасты 3 көбейтілген 1 бөлінген түбірасты 3. Сол кезде 2 түбірасты 3 болады. Онда екеуі қысқарады. Сонда минус 1, бұл бізде 2-ге тең болады. Мінекей Е жауабы. Келесі 5-ші есеп. Дүкенде жұмсақ ойыншықтардың 4 түрі бар. Қаз, сегізаяқ, акула, зебра. Аружан достарына сыйға беру үшін 10 жұмсақ ойыншықты қанша тәсілмен сатып алады? Бұл жерде бізде ешқандай реттілік көрсетілмеген, жаңағыдай қандай ойыншық көбірек кездеседі, ешқайсы көрсетілмеген. Сондықтан біз мына теория формуласын қолданамыз. Яғни С бізде
n қосылған k минус 1 және k минус 1 деген формуланы. Яғни формула бойынша n қосылған k минус 1-дің факториалы k минус 1-дің факториалы көбейтілген n-нің факториалы. Бұл жерде n-іміз бізде 10, ал k бізде болады 4-ке тең. Яғни 4 түрлі ойыншықтың ішінен 10 ойыншық алу керек. Қанша тәсіл бар, соны анықтауымыз керек. Енді орнына қойып жазайық. 10 қосылған 4 минус 1 факториал бөлімінде 4 минус 1-дің факториалы көбейтілген 10-ның факториалы. Сонда бізде 13-дің факториалы бөлімінде 3 факториал көбейтілген 10 факториал, ол тең болады. 13-ті мен 10 факториал көбейтілген 11 көбейту 12 көбейтілген 13 деп жаза аламын. Және бөлшектің бөлімінде 3-ті ол 1, 2, 3-дің көбейтіндісі және 10 факториал. Мұнда 10 факториалдарымыз қысқарады. Бөліміндегі 6 мен 12-ні қысқартамыз, мұнда 2 болады. Сонда бізде 286 деген жауап шығады. Мінеке В жауабы. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте теңсіздікті шешіңіздер дейді. Бізде қараңыздар, алдымен анықталу облысын табайық. X квадрат минус 16 үлкен не тең 0-ден түбірасында болғандықтан. Енді осыны шешетін болсақ, x минус 4, x плюс 4 үлкен не тең 0-ден, бұдан x1-іміз 4-ке, x2-іміз минус 4-ке тең. Енді аралыққа салатын болсақ, екеуінде біз бояйымыз жауапқа кіреді. Минус 4 пен 4 бізге үлкен не тең болады. 5-ті қоятын болсақ, бізде плюс болады. Минус 5-ті қоятын болсақ та плюс, ал 0-ді қойсақ минус. Бізге керек аймақ ол минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Қараңыздар, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық керек. Енді мына жақта бізге берілген мынау x квадрат минус 16 үлкен минус 4-тен дегенді шешудің де керегі жоқ. Себебі бұл жаңағы анықталу облысы бойынша бұның әрқайсында орындалады x-дің. Сондықтан осы біздің жауабымыз минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, 4-тен плюс шексіздікке дейін деген С жауабын таңдаймыз. Келесі 7-ші есеп. 7-ші есепте 4, мына жерде логарифмнің бәрінде 2-ден 1 негіздері бірдей. Енді осы жерде алдындағы тұрған сандарды мен дәрежеге қарай жіберемін. Мінеке. Сол кезде былай жазайық. Логарифм 2-ден 1 негізді 3-дің 4 дәрежесі минус логарифм 2-ден 1 негізді 27-ның 3-тен 2 дәрежесі минус логарифм 2-ден 1 негізді 6-ның квадраты. Енді қараңыздар, логарифмдердің арасы минус болған кезде біз бөлу түрінде жазалатын едіге. Мен солай бірінші 6 мен 2-іне қолданайын. Сол кезде бізде логарифм 2-ден 1 негізді алымына 3-дің 4 дәрежесін жазайын. Ал бөліміне жалпы 27 деген ол 3-дің квадраты. 3-дің квадраты көбейтілген 3-тен 2 деп жазамын. Минус логарифм 2-ден 1 негізді 6-ның квадраты. Осы жерде 3 пен 3 кетеді. Сонда 3-дің квадраты қалады. Ал 3-дің квадратымен бізде 3-дің 4 дәрежесі қысқарады. Жалпы 3-дің квадратын қысқартамын. Мұнда 2 дәреже қалады. Сонда бізде қалатыны логарифм 2-ден 1 негізді 3-дің квадраты минус логарифм 2-ден 1 негізді 6-ның квадраты тең. Енді тағы да осыны бөлшек түрінде жазам. Логарифм 2-ден 1 негізді алымында 9, бөлімінде 36, 36-ден 9 көбейтілген 4, 9 пен 9-мыз қысқарады. Сонда логарифм 2-ден 1 негізді 4-тен 1, ол бізде болады 2-ге тең. Сонда мінеке Е жауабы. Келесі 8-ші есеп. 8-ші есепте есептеңіздер дейді. Бұл жерде дәрежемен жұмыс жасаймыз. Берілген жазбай, бірден жазып кете берейін. Яғни, былай жазайық. 1 бөлінген 3-дің
кубы көбейтілген 25 деген ол 5-тің квадраты. Сонда 5-тің минус 2 көбейтілген 2-ден 1 дәрежесі көбейтілген. Мұнда 9-ды 3-тің квадраты деп жазам. Көбейтілген 2-ден 3 дәрежесі бар. Көбейтілген 27-нің 0 дәрежесі ол 1-ді береді, кез келген санның 0 дәрежесі. Енді бөлімінде 5 бар. Көбейтілген 8 деп отырғанымыз ол 2-нің кубы көбейтілген 2-ден 1 дәрежесі. Көбейтілген 2-ден 1 дәрежесі. 2-ден 1-ді былай жазайын, 2-нің минус 2-ден 3 дәрежесі деп. Тең. Сол кезде бізде шығады 2-нің 3-тің кубы бөлшектің бөліміне түседі 27 болып. Мұнда 2 мен 2 қысқарады. 5-тің минус 1 дәрежесі ол бөліміндегі 5-пен көбейтіліп 25-ті береді. Енді 2 мен 2 қысқарып 3-тің кубы қалады, ол 27-ге тең. Сосын бөлімінде қараңыздар, 2-нің 2-ден 3 дәрежесі минус 2-нің 2-ден 3 дәрежесі ол 2-нің 0 дәрежесін береді. Сол кезде 27 мен 27 қысқарып бізде 1 бөлінген 25 қалады. Мінекей Д жауабы. 9-шы есеп. Арық синус x бөлінген 2 минус 3 тең минус p бөлінген 6 теңдеуін шешуіміз керек. Бұл теңдеуді шешетін кезде біз x бөлінген 2 минус 3 тең синус минус p бөлінген 6 деп жазамыз. Енді x бөлінген 2 минус 3-іміз тең болады. Синус бізде тақ функция болғандықтан минус алдына шығады. Және p бөлінген 6-дағы мәні ол 2-ден 1-ге тең. 2-ге көбейтіп жіберсек x минус 6 тең болады минус 1-ге. Енді x-іміз тең болады 5-ге. Сонда бізде С жауабы болады. Келесі 10-шы есеп. Тақ функциялардың графиктерін анықтаңыздар дейді. Айта кетейін, ол x өзіне жаңағыдай симметриялы болады. Яғни 0-ден 0 нүктесінен өту керек. Бізде 0-ден 0 нүктесінен өтіп тұрған ол L болып тұр. Және мына жерде мінекей П болып тұр. Сонда бізде А жауап болады, L мен П. Келесі 11-ші есеп. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылтыңыздар дейді. Бөлшектің бөлімін, яғни түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі дегеніміз біз плюсымен аламыз. Ал мұнда бөлімінде. Сонда 2 түбірасты 5 қосылған 3 болады түйіндесі. Бөлімінде 2 түбірасты 5 минус 3, 2 түбірасты 5 плюс 3 болады. Бұл бізде а квадрат минус в квадратқа келеді. Яғни а квадрат 2 түбірасты 5-тің квадраты ол 4 көбейтілген 5 минус 9 болады. Ал мұнда 11, 2 түбірасты 5 қосылған 3. Енді 20-дан 9 азайтатын болса 11 болады. 11 мен 11-ді қысқартсақ, 2 түбірастында 5 қосылған 3 қалады екен. 2 түбірастында 5 қосылған 3, мінекей Е жауабы. Келесі 12-ші есеп. 12-ші есепте y-ден котангенс 2x қосылған π бөлінген 4 функциясының ең кіші периодын анықтауымыз керек. Жалпы периодын анықтайтын формула, ол бізде формуланы жазайын. Т0 тең Т бөлінген модульдің ішінде К. Бұл жерде К деп отырғанымыз ол x-ның алдында коэффициент, яғни К тең 2-ге. Т деп отырғанымыз ол котангенстің периоды. Котангенс периоды ол π-ға тең. Сонда біздегі Т0-іміз тең болады π бөлінген 2-ге. Мінекей В жауабы. Келесі 13-ші есеп. 13-ші есепте y функциясына кері функцияны табуымыз керек. Бұл жерде ескеретін жағдай 2x қосылған 5 тең емес 0. Бөлшектің бөлімі 0 болмау керек, сонда x-іміз тең болмау керек, минус 5 бөлінген 2-ге. Енді кері функциясын табу үшін біз былай жасайық. 2x қосылған 5 көбейтілген y тең 3x минус 4. Енді осы жерден x-ті табамыз. Яғни 2xy қосылған 5y-іміз тең болады. 3x минус 4, x-тар бір жаққа жинаймыз. Және ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарам. Сонда 2y минус 3 болады. Тең минус 4 минус 5y. Осы жерде x-іміз тең болады. Минус 5y минус 4 бөлінген 2y минус 3. Енді x мен y-дің орнын ауыстырып жазам. Яғни y-іміз тең болады деп. Минус 5y плюс 4 бөлімінде x дегенім
бөлімінде 2х минус 3. Кәнекей осында бұл жауап бізде минус Е жауабына сәйкес келіп тұр. Келесі 14-ші есеп. 14-ші есепте екінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табуымыз керек. Бұндай жағдайда білесіздер, біз жай ғана k деп аламыз. K квадрат минус 9 тең 0. Сонда k минус 3, k плюс 3 тең 0. K біріміз бізде 3-ке тең, k2 бізде минус 3-ке тең. Енді жалпы теңдеудің шешімін жазатын болсақ, бізде болады a e-нің 3х дәрежесі қосылған v e-нің минус 3х дәрежесі. Бұл жауап бізде D жауабына келеді. Келесі 15-ші есеп. Серіппедегі жүктің қозғалысы x-ті мына түрде заңымен сипатталады дейді. Т тең пи бөлінген 2 уақыт мезетіндегі дененің үдеуін табуымыз керек. Жалпы үдеуде отырғанымыз ол а т, ол бізде в штрихтіға тең жылдамдықтан туындағанға. Оны біз x-тан 2 рет т бойынша туындалсақ жеткілікті. X-тан бірінші рет туындалатын болсақ, ол бізде синустың туындысы косинусқа тең, және 2t-дан туындалатын болсақ, жақшаның ішінен аргументтен ол 2-ге тең. 7-мен көбейтіліп 14 косинус 2t қосылған пи бөлінген 3-ге тең болады. Енді екінші рет осыдан туындалатын болсақ, тағы да солай, косинустың туындысы ол бізде минус синусқа тең, және аргументтен туындалсақ 2 шығады. 14-пен көбейтіліп 28 болады. Синус 2t қосылған пи бөлінген 3-ке тең. Енді осыға мәнін қоямыз. Яғни at тең болады минус 28 синус 2 көбейтілген t-ның мәні пи бөлінген 2 қосылған пи бөлінген 3. Жақшаның ішін орындайтын болсақ, бізде минус 28 көбейтілген синус 4π бөлінген 3-ке тең болады. Яғни синус 240 градуста мәні ол бізде минус 28 көбейтілген минус түбірасты 3 бөлінген 2-ке тең. Сол кезде бізде 28 бен 2 қысқарып 14 береді. 2 минусымыз көбейтіліп плюс болады. Сонда 14 түбірасты 3-ке тең. Мінекей Е жауабы. Осымен біздің А бөліміндегі есептеріміз аяқталды. Бұл тест түрінде. Енді В бөліміндегі есептер келесі видеода шығатын болады. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде В тапсырмасында көріп шығыңыздар.